Бәріне сәлем. Соңғы күндері оқырмандарымнан көп хаттар келіп кетті. Көреміз бағдарламасына қалай барып келдіңіз, сол жайында айтып беріңізші деп. Ойымда түк жоқ, таң атпай есік алдын осылай сыпырып жатсам, бір смс келеді. Сөйтсем, көреміз бағдарламасының журналист қыздары сізді инста келіндер бағдарламасына шақырайын деп еді, қонағымыз болыңыз деп шақырады. Қуанып кеткесін, сөйтіп сыпырғышымды лақтыра салдым да жүгіріп келіп атамына келіп рұқсат сұрап жатырмын ғой. Ата, ақбатаңызды беріңіз, бұйырса мені көреміз бағдарламасынан көретін боласына, телевизорден мені шақырып жатыр деп сөйтіп ақбатасын алып, жолдасымның да ақбатасын алып, осылай индрайвермен таксиді шақырып, 2 айлық кішкентай бөпеммен бірге жолға шығып кеттім. Көндеген кәдімгідей салқын, енді май айы болғаннан кейін қалың киімдерімізді білетін барлығын алып алдым кішкентайдың. Бұл да бір маған беріліп тұрған мүмкіндік, сол мүмкіндікті жіберіп алмайын деп, осылай 2 айлық кішкентай ғана бөпем болса да жолға тәуекел етіп шығып кеттім қыздар. Бір кісі жанында отырып алып қарай береді, немене мына кісі қарай береді жынды ма деп біртүрлі болып отырсам, менің оқырманым екен. Сонымен енді таулы жер ғой, енді Алматы таулы жерден өткен сайын құлағым бір бітеліп, бір ашылып сөйтеді ғой. Сіздерде де солай ма? Мен үнемі Алматыға солай болады, мен келсемше. Осылай Алматыға аман-есен жетіп алдық, сөйтіп Қосылайыққа келдік. Мінекей барлығы бір жерде орналасқан екенше. Одан кейін бізді гримеркаға кіргізді. Мына жерден прическа, бояндырып, макияжымызды барлығын жасап, сосын өздеріңіз киініп шыға бересіздер деді. Мен кішкентайымды ұстап, соңында барып өзіме макияж жасатам дедім. Кішкентайымды сол жерде қыздарға ұстатып қойып, мен де макияжға отырдым. Мына жерде макияж жасап жатқан мастер қыз менің оқырманым екен. Маған айтып жатыр ғой, мә, видеоларыңыз қандай керемет, қаншама жастарға, қаншама келіндерге үлгілі мотивация бересіз деп біраз әңгімені екеуміз айтып тастадық. Видеоларымды айтып жатыр. Сонымен әдемі қылып бояндырып берді. Одан кейін біз мына жаққа шығып, өзіміздің қазақи нақыштағы әп-әдемі киімімізді осылай киіп алдық. Қараңыздар, оюлы кәжекейді және де орамалды барлығын тағып алдым. Мына жерде орыс көкем деген бұлай шұқыды, микрофонды олай шұқыды, болмай жатыр. Мына орамалда ыңғайсыз болып жатыр да. Сөйтіп әрең дегенде ана микрофонды мына жерімізге қойып берді. Қазір сөйлегеніңізде, чтоб әдемі естілсін, орамалыңыз жауып қалмасын деп маған бірдеңкені айтып жатыр орысшалап ше. Мына жерде барлығы жан-жақтан келген келіндер ғой, енді біреу Шымкенттен, біреуі Ақтаудан, мен Луговойдан бардым. Сөйтіп күшлеп мына жерде таныс болып жатырмыз келіндермен ше. Одан кейін болды ма десем, жоқ, әлі болған жоқ, мына жерінде реттеу керек, құлағыңыз, сырғаңыз мешайт етіп жатыр деп орыс ағамыз деген барлығымызға бір жарты сағатын кетірген шығар осылай. Мына жерде уже блогер қыздармен таныс болып, әңгіме айтып, сторис түсіріп үлгеріп жатырмыз. Оны кішкентайымды пледке орап алғам, іші салқында. Өзімде бір-екі контент видеоларымды түсіріп алдым. Сөйтіп менің очередім келді, уже бір қыз шықты. Одан кейін менің очередім осылай түсіреді екен. Алдымдағы кісіні көріп, мә, ыңғайсызданып сасқалақтап қалсам бола ма, не айтарымды білмей, өзімнің күнделікті сосын үйде пісіретін пирогымды алып бардым. Сол жақта барлығы ауыз тисін деп ше. Сонымен мына жерде Жұлдызай ханым өзінің қайнысымен бірге күшті өлең айтты осылай. Сосын мына жерде Руслан ағаға, менің отбасыма, туған туысыма сәлем жолдаңыз дедім. Бардақты ағайын, Айгерім келіннің барлық бала шағасына, отағасы Кенжебекке, Кенжебектің ата-анасына, бауырларына, өзіне, дұғай көреміздің студиясынан сәлем жолдаймыз. Аман болыңыздар. Осылай эфирде аяқталды. Өзіміз үшін, контент үшін осындай видеолар түсіріп алдық, суретке түсіп алдық. Бізге бір 7 минуттай берілді. Сол 7 минуттың ішінде видео, суретке түсіп үлгеріңіздер деді. Руслан мырзамен, Жұлдызай ханыммен барлығымен бір-бір суретке түсіріп алдық. Бұл да бір менің үлкен бір арман болатын қыздар. Бұл тек менің ғана емес, оқырмандарымның да үлкен жетістігі деп білемін. Оқырмандарыма да рахметімді айтқым келеді. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында осындай керемет жетістікке жетіп жатырмын. Сосын жиналып жолға шықтық. Мына жерде Қосылайықтағы Бауыржан мен Айбектің сыртынан түсіріп алғасын ғой. Обедімді ішіп үйге қарай қайттым.